Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Silkway News. Silkway халықаралық университетінде түлектерді жұмысқа орналастыру, тәжірибе, мәселелер келешек атты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек үстелге Шымкент қаласы білім беру мекеме басшылары мен университетіміздің оқытушы профессорлар құрамы қатысты. Дөңгелек үстелдің мақсаты жұмыс берушілермен ұзақ мерзімді қарым-қатынастар орнату мақсатында білім беру бағдарламаларын жетілдіру және олардың сапасын арттыру болып табылады. Шымкент қаласы Фуркат атындағы нөмірі 37-ші жалпы орта білім беретін мектебінің директорымын. Аты жөнім Байбосынова Гаухар Исманқызы. Мінекей бүгінгі күні ағымдағы жылдың 12-ші наурызында Silkway университетіне ғылыми практикалық конференцияға келіп отырмын жұмыс беруші ретінде. 10 жылдан бері осы университетпен біз тығыз қарым-қатынас жасап жатырмыз. Әрдайым осы университеттің студенттері бізде педагогикалық практика өтеді. Сол педагогикалық практика кезінде университет студенттерінің белсенділігін, қарапайымдылығын, білімділігін, біліктілігін атап өткім келеді. Университет ұстаздарына үлкен рахмет. Қазіргі таңда осы педагогика саласында, білім беру саласына осындай білікті болашақ жас мамандарды беріп жатқанына, тәрбиелеп жатқанына, осы университетпен тығыз қарым-қатынас жасаған кезде әрдайым студенттері мектепке келіп, педагогикалық практика кезінде өздерінің біліктілігін көрсетеді, қаншама ашық тәрбие сағаттарын көрсетеді. Бүгінгі ғылыми практикалық конференция сәтті өтіп, университеттің барлық ұстаздар қауымдарына сәттілік тілеймін. Оқу жылы сәтті аяқталсын, еңбектеріңіз жансын, құрметті ұстаздар. Нұрлы болып жарқырайтын аспаны бар, ұстаздардың әр сөзінің астары бар. Silkway'де білім алған түлектердің нұрлы болып жарқырайтын аспаны бар. Бұл Silkway News. Silkway'дің жақсы жаңалықтарында жүздескенше.